Баршаңызға сәлем, менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен бірге мен Анар Елемесқызы. Бүгін мен сіздерге емізулі аналарға пайдалы, иммунитетін жоғарылататын, әрі сүтті нәрлендіретін тары шайдың рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болып, маған тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ал ендеше қыздар, шайдың жасалу жолына кірсеміз, бізге бір шай қасық шай қажет болады. Мен Аль-Хаят шайын пайдаландым. Және де шайға тәтті дәм келтіру үшін өз қалауыңызша қант немесе набат салсаңыз болады. Мен 2 набатты салып жібердім. Енді ары қарай бізге тары қажет болады. Тарыны осындай кішкентай ыдысымызға алдын ала 2 рет немесе 3 рет тазартып жуып алғаныңыз жақсы. Тарымызды қатты қайнатпаймыз. Осылай араластырып, ішіндегі осы бетіне қазір көпіршік шығатын болады. Осы көбіктерді сүзгінің көмегімен сүзіп алатын боламыз. Міне мен сүзгімен сүзіп алдым. Мен 1 емес 2, тіпті 3 рет сүзіп алдым. Бетіне шыққан қоқымдарының барлығын осылай сүзіп алыңыздар. Тарымыз қайнады, өзі бүршік жарып қайнағаннан кейін газдың астын өшіріп қойсаңыздар болады. Көп қайнатпаймыз, шамамен 3-4 минут қайнаса жеткілікті. Енді ары қарай біздің құманымызға жаңағы қайнаған тарымызды осылай ожау қасықпен ішіне құйып толтыратын боламыз. Мен басында жартысын құйғанмын, сосын барлығын құманыма құя салдым. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болып, менің арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар, менімен бірге болыңыздар. Және де осының үстіне қайнаған суымызды құямыз. Тұндырып қою үшін негізі 2-3 минут бетін жауып қойғанда жақсы болады. Мен бірден жасай жібердім. Енді үстіне 1 кесе сүтті құйыңыздар. Сүт міндетті түрде жылытылған немесе ысытылған, қайнатылған сүт болған жақсы. Шайымыз сонда тез суымайды. Қараңыздар, түсі өте керемет, әдемі шықты. Біздің шайымыз дайын болып қалды. Бетін осылай жауып, қонақтарыңызға, енеңізге, анаңызға, әжеңізге ұсынып берсеңіздер болады. Және де өзіңіз де емізулі ана болсаңыз, сүтіңізді одан әрі құнарландырып, иммунитетіңізді көтереді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің құманымның сырты қоңыр түсті болғанымен, шайымның түсі бір қою сияқты болып көрініп тұр. Бірақ ешқандай да қою емес. Шайымның түсі өте әдемі, қызылыңқай, күшті болып шыққан. Дәмі өте керемет. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Жасап көрсеңіздер, менімен бірге бөлісіп, комментарийге жазып кетсеңіздер болады. Қазақ тілін каналының дамуына өз үлестеріңізді қосып отырыңыздар. Лайк басып, тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған мен Анар Елемесқызы. Сау болыңыздар.